Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Бұл арнада мен өзімнің таксидегі жинап жүрген, жасап жүрген тәжірибемен бөлісіп жүрмін. Арнаға жазылмаған болсаңыздар жазылып, видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басып, ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз, пікірлеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Критикаларыңыз болса конструктивті қылып жазсаңыздар да мен барлықтарыңызды оқып, жауап беруге тырысып жүрмін. Бүгін 3 тапсырыс орындап қойдым. Доставка курьермен, автокурьер доставка сумкамен жүрмін. Қазір аяз түскеніне байланысты жаңағы мотокурьер, пеший курьер, велокурьер азайды қалада. Сол себепке байланысты жаңағы автокурьерға сұраныс өсіп жатыр. Соларды автокурьерларды мотивировать ету үшін линияға шығуға Яндексте қосымша бонус төлеп жатыр. Мысалы, қазір байқап отқандарыңыздай, мына жерде бір күндік цель бар. 8 тапсырыс орындасақ 1100 теңге, бұл термо сумкасы бар автокурьерларға төленетін бонустар. 12 заказ жасасақ 2000 теңге, 16 заказ жасасақ 3200 теңге, тура солай 20 заказға 4500 теңге, 24 заказға 6000 теңге төлеп жатыр. Бұл бір. Екінші, мынандай бонустар бар, уақытқа байланысты. Мысалы, қазір сағат 12-ден 3-ке дейін бір заказдың минимальный стоимосты 2500 теңге болады дейді. Содан кейін 3-тен бастап сағат кешкі 6-ға дейін 2000 теңге, кешкі 6-дан 9-ға дейін қайтадан 2500 теңге, сосын 9-дан 12-ке дейін қайтадан 2000 теңге болады. Минималкасы. Мына көріп отырсаңыздар, мен жаңа асықпай бүгін видео түсірем деп те ойлаған жоқпын. Сөйтіп азанда оянғаннан кейін Инстаграмның несін қарап отырсам, Инстаграмда жазып қойыпты осындай, бүгін бонустар повышенный болады деп. Қой құрсын деп камерамды алып линияға шығып кеттім. Жылы киініп алдым, кейбір заказдарға парковка, пробка болады, сол үшін машина сәл алыстау жерге қойып, жаяу біраз жерге жүріп жүрмін. Сол үшін перчатка алдым, бәрін қабат киініп алдым. Ең жылы киімдер, мына бұрынғы жұмысымнан қалған формам жылы, сол үшін алып алдым. Және бүгінгі видеода мынандай тақырыпқа сөйлесем, енді шүкір менің аудиториям арасында хейтерлар аз, бірақ жалпы хейт деген көйіп бітті қазір. Любой, даже мысалы Инстаграмда прикол түсіріп, жаңағы развлекательный бір нәрсе түсіргеннің өзінде комментарийда елдер деген бір-бірімен қылысып отыр. Өзіме келіп жатқан хейттардың кейбіреулеріне жауап берем. Және хейт жайлы өз ойымды айтып кетейін. Өйткені қазіргі заманда, интернет заманында өзім блогер болғаннан кейін менің де жаңағы нелерім, менің де видеоларым астында хейт келіп атады, или бір-бірін мен қырылысып жатады. Сол жайлы айтып кеткен дұрыс деп ойладым. Бұл ни в коем случае ойбай Мерей жаловаться етіп жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Жаловаться етіп жатқан жоқпын. Шүкір айтып жатырмын ғой, мен осы 1,5 жылдың ішінде именно маған жаңағы 7000 аудиториям бар ютубта. Соның ішінде жаңағы ары кетсе 10-ға да жеткен жоқ. Кейбір хейтерларды қатты боқтап жазатындарды мен черный спискке лақтырып жіберем. Кейбіреулеріне енді жауап беруге тырысам, жаңағы адекватно түсіндіріп деген сияқты. И жалпы осы видеоны түсіріп, кейін хейт келіп жатса осы видеоны қарап көрші брат деп айтқанға сондай түсіріп қояйын деп шештім. Ал жарайды, онда мен қазір линияға қайтадан шығам, апорт жаққа қарай жақындап қалдым. Қалан шетіне лақтырып жіберді, сосын желание болмады менде. Қазір қалан шетінде доставка алуға қайтып апорт жаққа қарай жақындап қалдым. Бүгінгі 3 заказдың бәрі апорттан түсті. Мен үйден қалқаманнан шықтым. Бірінші заказ апортқа түсті, сонымен апортқа қарама қарсы жилой комплекстарға, именно соңғысын Райымбекке апардым да, сол үшін жаңағы Райымбектен болды, бүкіл жерге кешіп қалдым ғой. Сосын жаңағы Райымбектен қайтып апорт жаққа қарай келіп, сосын линияға шығам деп шештім. Мына жерде кішкентай кругта айланып жүремін да. И жаңағы минималкасы 2500 теңге байқадым. Түсінген шығарсыздар.
Бүгіндікке 4-ші тапсырыс, доставка, наличка 3450, 3,5 теңге төледі. Все, ары қарай кеттік. Ресторан қағанат дейді. Мен рестораннан тамақ ішеді екенмін ғой. Ойлап қалмаңыздар мұнша деп. А так-та ресторандардан тамақ ішеді екенбіз ғой. Күніге десе. Сонымен маған келіп жатқан хейттерге жауап беріп кетейін. Қараңыздар. Мына бір кісі маған бүйтіп жазыпты. Айтакси қанша төлеп жатыр дейді. Тура содан кейін сразу бүйтіп жатыр. Мери Айтаксидің адамы жігіттер, оған алдыңбаңдар. Айтаксиден де жақсы таксопарктар жазыпты. Ең қызығы бұл комментарийді мен индрайвер жайлы мені көріп отырсаңыздар, индрайвер жайлы түсірген видеоның астына жазып қойған ғой. Осылай ойлайтын адамдар, осылай жазатын адамдар, мысалы да қараңыздар, мен адамдарды қинап кіргізіп атқан жоқпын, сосын алдап кіргізіп атқан жоқпын, как есть бәрін айтам. Сол бір таксап жарнама айтсаң болды, елдің бәрі ой, все, жарнама болып кетті, анау мынау дейтін адамдарға да 20 минуттық видеоны көріп отырады да, 20 минут, соның ішінде 2 минут жаңа жарнама қоссам, ой, ё-мо, мынау бәрі жарнама екен ғой, анау мынау деп жазатын адамдарға қызығам. Маған да көп таксопарктар шығады, Мери біздің нені рекламировать етпеш, паркты рекламировать етпеш деп. Мен оларды білмеймін, ол парктармен жұмыс істемегенмін. И мен оны жарнамалай алмаймын. Мен осы Айтакси жаңағы қазір адал мысалда екеуін кезек-кезек ауыстырып жұмыс істеймін. Паркты рекламировать еткен кезде де мен бір қайдағы жоқ, бір тексерілмеген паркты рекламировать етіп жүрген жоқ қой. Мен ол жерде өзім бірінші жұмыс істеп көрем, ақшаны қалай шығарады, там кейбір маған бір талай адамдар хабарласты. Мери осындай жаңа бір паркке тіркелген едім, ақша шығарамай жүрмін, или жаңа ешқандай техподдержка жоқ, или кейбіреулер айтады, менен 6%, менен 8% ұстайды парк дейді. И сол адамдарға өздеріңіздің бұрын басқа істеп жүрген парктарыңызға көңілдеріңіз толмаса, сол кезде біздің паркке ауысыңыздар деп рекомендательный ретінде түсірем. Сосын вообще паркты рекламировать еткеннен немене бір отанды сатып жатырмын ба, елдер бар, жаңағы букмекерский контора, алкоголь, не болса соны қандай предложение келсе, соның бәрін реклама қылып орып жүр, соларда да 100 мың, 200 мың просмотр нелері, подписчиктері бар. Неғып соларға жазбайсыздар? Қысқасы бұндай адамдардың кішкене менің ойымша кішкене іші тарлауда көремей баратыр деген сияқты ғой. Сондай деп ойлаймын, өйткені бұндайды бүйтіп жазу енді мен білмеймін қандай не болу керек деген сияқты. Бұндай адамдарға мән бермейміз. Ит үрет, керуен көшет деп ата-бабамыз айтып кеткен ғой. Кезінде. То есть сол кезде осындай адамдар болған, сондай адамдарға сөйтіп жауап беріп кеткен. Сол үшін мен де сондай не демін ғой. Сондай позициядамын да, то есть маған прям қатты ауыр тимейді бұндайлар. Бүгінгі 5-ші тапсырыс қағанаттан алдым. Подачасына 6 минутта бардым. Жолына 10 минут кетті. 2010 теңге. Қазір минималка кешкі 6-ға дейін 2000 теңге. Содан кейін 6-дан 9-ға дейін 2,5 теңге болады. Пока 2000. 5 тапсырыс 10.800 теңге болды. Мін тапсырыстар мынандай. 2,5-нан 3 заказ шықты. 3,5-ға біреу, именно 2251 теңге болды. Все, ары қарай кеттік. Тағы бір комментарийді оқып кетейік. Сәлем, братишка дейді. Жас болып күні бойы груза газель айдағанына мәссің әшейін дейді. Өмір бойы құлдыққа жүрсің, өз-өзіңді қор қылып дейді. Одан да жас кезіңді пайдаланып, бір өнер білімінің дамытып, кәсіп ашып, немесе бір қазақ мақтанатын тіршілік қылмайсың ба? Құлдың жұмысын істегенге мәссің дейді.
гастробайтер деп астына ең соңына уынан шашып жіберіпті да. Жарайды, мен түсінемін да, жаңағы сондай жетістікке жеткен адам жазса маған, Мерей, сен мынау жұмысың болмайды ғой деп. Енді мынау бір өтірін нүктесін дұрыс жазбай, ешқандай бір братишка деп жазып қойған қайтесіз. И гастробайтер деп, е-мая. Не деп жауап беремін мен бұндай кісілерге? Бұндай кісілерге енді біреу ашып жатқан шығар, енді өзіңіздің бала-шағаларыңызды үйретпейсіз ба? Мен мынау жазғанына қарағанда бір керемет жаңағы ғылым білімнің адамы сияқты емессіз ғой. Қате әйтеуір өтір нүктесін қоймай. Енді бұндай жұмысты да біреу істеу керек қой. Бәрі, елдің бәрі жаңағы керемет ғылым, білім, жаңағы не болып кетсе, грузды кім тасиды, кім көшірседі, таксиді кім тасиды. Мен сол үшін бұндай енді бұнау соңында гастробайтер деген, мен бір басқа елге барып жұмыс істеп жүрген жоқпын ғой, үйтіп айтатындай. Бұл да бір еңбек қой, қара жұмыс, қара жұмысты да біреу істеу керек. Бұл еңбек, бұл таза еңбек, мен біреуді алдап жүрген жоқпын. Енді бұндай адамдар да болады енді. Так что ренжімеймін да, просто жауап беріп жатырмын осындай. Вообще негізі осындай сообщение жазардың алдында кішкене, может, сізде бір эмоцияға беріліп отқан шығарсыз, ашуланып отырып жазып қойған шығарсыз, или не, кішкене ашуды басып, жаңа сабағыңызға түсіп, бір рет, тағы да бір рет ойланып, не жазғаныңызды бір рет оқып шығып, хотя бы еш болмаса қателерін жөндеп, содан кейін жазсаңыздар, вообще тіпті керемет болатын еді. Так что, ладно. Бүгінге 6-шы тапсырыс. Подачасына 5 минут, 6 минут. Ұзақ дайындап, тағы бір 5 минуттай дайындап, сонымен тура тиіп тұрған 2 минуттық жер, и плюс қазір көтеріліп, беріп, шығып баратыр. Общий примерно 20 минуттық тапсырыс қой. Плюс еще қазір Яндекс бұны 2000-ға туралайды. Тағы бір сообщение мынандай: WhatsApp жазсан, керіп, жауап бермейді дейді. Бермейді ғой дейді. Білмеймін, мен жазып отыр ма, или жалпы бір жерін керіп деген сөз бар ғой. Соны вообще негізі қалай додумались сондай сөзге ше, мен түсінбеймін, қандай фантазия болу керек адамда ондай сөзді айту үшін ше. Мен сіздерге жаңағы мынау WhatsApp-ымды көрсетейін, мен еще бәріне айтамын ғой, жазыңыздар деп. Қараңыздаршы, қанша адам жазып отыр, мен еще бұны бір тазалап шыққам, осы бір аптаның ішінде жазған адамдар мынау. То есть арасында кейбірлеріңізге жаңағы ұмытып кетуім мүмкін, сол кезде маке чотам, ұмытып кетпедіңіз ба, менің жаңағы сұрағымды деп айтса, все деп есіме түсіп, мен оны жаңағы до конца жаңағы обрабатывать етем да, сұранысын мысалы тіркеу керек, или сұрақ болса, маған жазып отқан жаңағы бір жерін керіп, жауап бермейді ғой деп жатыр да. Ол адам, скорее всего, маған жаңағы жазды, мен жауап бердім, бірақ до конца қазір деп айттым ба, или ұмытып кеткен шығарым, может. И бұнкі, наоборот, өзіңге тырысып қалады да, и сразу уже келіп YouTube-қа кіріп, тырысып қаған деп маған комментарий жазып қою керек те оларға ше. Мен таныстарым арасында да бар ондай адамдар. Енді ондай адамсыз қалай кішке проще болыңыздар, ағайындар. Егер жауап бермей жатса, что-то брат не болып қалды, ұмытып кетпедің ба деп жазсаңыздар, мен мысалы да маған жазып, менімен сөйлесіп жүрген адамдар бар шығар, қазір көріп отқан шығарсыздар. Білетін шығарсыздар, мен барлықтарыңызға, барлық сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Кейбір адамдарға мен грубо жауап берем, рас бар ондай. Не үшін? Өйткені олар маған звондап алдайтшы, бірақ мен сені қарап жүредім, бір сұрақтарым бар еді деп. Ол қараған жоқ, ол просто жаңа YouTube-та ашты да, астына номерді алды да, сұрағы бар да, ойлайды да, мен осы
круглосуточно осы телефонда қарап жана бәріне жауап беріп отыруым керек деп, типа мен міндеттімін да оның ойыншашы. Мен міндетті емеспін, мен бар білгенімді ютубқа салып жүрмін сіздерге арнап. Соны қарап, уақытыңызды бөліп, асықпай видеоларды қарасаңыздар, сол маған қойып жатқан сұрақтардың бәріне жауап табасыздар. Ол маған просто алдайды да, жаңағы түнгі сағат 3-те звондай салуы мүмкін, или жаңағы и айтады да, брат, мен тіркелейін деп едім, сен видеоларын көріп жүредім дейді да. Ол көрген жоқ мен видеом, ол смело мен бетіме алдап отыр да. Типа, ол егер мен видеомды толық көрген болса, ол білет, что маған звондаудың қажеті жоқ. Мен өзім постоянно үстіп зарулем жүремін. WhatsApp-қа жаз, сразу қалай қолым болса, сразу жауап берем да. Сондай адамдарға грубо жауап берем. И солар, по-моему, маған также деп тырысып қалады оларда. Так что не істейміз енді, ондай біздің ондай адамдар бар. Ондай адамдармен мен лично жаңағы контакт жасағым келмейді, сөйлескім келмейді. Сол үшін кішкене грубо жауап берем, чтобы ол маған кейін ертең күні ондай өтірік айтатын адамдар звондамай-ақ қойсын маған лучше деген сияқты да. 7-ші тапсырыс мынандай болды, примерно жарты сағат 35 минуттық тапсырыс. Төмен жаққа лақтырып жіберді қаланы, момышұлы. Білмеймін, бұл жақтан заказ түсе ме екен? Жоқ, түседі екен. Айдаладан бері одым. Жарайды, ештеңе етпейді. 10 минут подачасы. Кеттік. Бүгінге 8-ші тапсырыс. 1410, 20 минуттық тапсырыс. Яндекс 2000-ға туралайды ғой. Ары қарай кеттік. Екі жерден аламыз, екі жерге апарамыз ғой. Доставка болып түсті, бірақ нормально баға шығады жар, 1600. Поверните направо, а затем поверните налево. 1650 доставкамен түсті ғой. Ой, наценкамен. Көрейік, жаңағы мультизаказды бітірдім. 5-тен 12 кеткен кезде алған мұна. 7-ден 6 минут кетті, 2 сағат уақыт кетті. И завершаем. Оплата получена 7700 теңге. Бірісінен, екіншісінен мені. Общий 10520 теңге болды ғой. Екеуінен бөлек-бөлек Каспиймен аударып жіберді. Ары қарай кеттік. Жақсы көтерді мұна соңғы заказ. Та 2 тапсырыс орындаймын, үйге қайтамын. Или көреміз. Развернитесь, а затем через 100 метров поверните направо. Ұнаватыр маған. Маған по привычке аяқтап жіберіппін ғой. Клиенттен 2190 теңге. Қазір сағат 9-ға дейін минималка 2,5 ғой. Мына 2,5 теңге. Ары қарай кеттік. Мына жақта, жоғары жақта лақтырып жіберді, Горный гиганттың районына. Бұл жақта енді кейде доставка шығып қалмаса, курьер жоқ бұл жақта. Сол үшін жаймен төмен қарай түсем. Өткен жолда осы жаққа келген кезде 20 минуттай ма күтіп қалып едім ғой. Сол үшін жаймен, накатпен төмен қарай түсеміз. Подачасына таудан түскеніме 10 минут болды да. Сонымен 5 минут күттім дайындап біткенше. 3 минуттық жер. Бірақ жилой комплекс 2Г, 1 бәле, 1В, корпус Д, 1 бәле, короче. Бар ғой, айланып шаршап кеттім. Ана жерде еще домофон жоқ мына жилой комплексте. Бұл жерде тек қана жаңа клиентпен хабарласып, короче, әрең таптым ғой, бекерге қанша уақыт кетті. В общем, короче, 1860 теңге, мен 9-ға дейін алдым, 2,5-ға туралайды, бәрібір. Самал 2 дейді, от двери кеттік, курьер. Алло, я извиняюсь, это курьер. Там, оказывается, код был. У меня интернет не ловил, я ушел от вас и вот сейчас снаружи вышел. Нет, можете просто вот сейчас сказать, или у вас не открывается? Я не могу его завершить, пока кода не будет. Там, она же должна была смс-кой, либо где вы заказывали, там прийти
4-значный или 6-значный. А, в Яндексе заказываем? Давайте. Сейчас тогда перезвоню, может придет к вам. Не пришел, да, СМС? Ладно. Ну, чтобы я завершить, да, мне надо было код. Просто там интернет не ловит у вас, и я из-за этого на улицу ушел. Ладно, сейчас я с поддержкой решу. Ага, спасибо. Короче, мына соңғы заказ бітіре алмай отырмын мен. Поддержкаға жаздым. Уже клиент өзінің приложениясынан заказ берген жерден о жақтың несіне техподдержкасіне жазды. Чтоб товарды алдым, не қылдым деп. Код келмей жатыр. Код да келмей жатыр. Маған заказды да бітірмей жатыр. Уже жарты сағат болды мына жерде отқаныма. Нормально оқып келеді да. Обязательно осындай бір бәле шығады да, настроениең бәрін былшын шығарып тастайды ғой. Кешегі тапсырысты 1 сағат болды. Короче, барлық жаққа жазам. Яндекстің өзінің техподдержкасы жауап бермейді. Сосын біздің адалдың техподдержкасіне звондайым. Олар айтады, все, мына Яндекспен хабарластық, техникалық ахуал болып жатыр, Яндекс жақтан дейді. Сонымен 1 сағаттан кейін отменить етті. Отмена жасалды, жаңағы завершение жасалды заказдың. Мына 2,5 мың теңгесі түсті. Бонусы көріңіздер ма? 988 теңге. Клиенттен алған 1350 теңге. Сосын 2,5 мыңға туралап берді. Сосын бүгін жаңағы бонусы түсті. Мына 2000 теңге бонус балансқа келді. Бонус за выполнение цели. И общий менде қалғаны 33 мың теңге болды. Комиссиядан бөлек. Бензинге 2,5 мың теңгенің шамасында бензин кетті. Тамақ ішкенде жоқпын, тоқтаған жоқпын. Сонымен примерно 30 мың теңге мен бірінші тапсырысымды қай уақытта алдым? Примерно 12-лерде алғам кешегі. Мен 12,5-да да жалдым. И соңғы заказ жана 9-да бітіруім керек еді ғой. Мен 1 сағат күттім жана техникалық ахуалдар болғаннан кейін. И примерно 9 сағаттай болды ғой таза жұмыс істегенім, тоқтамай. Обедке де тоқтаған жоқпын. 9 сағатта 30 мың теңге болды. 30 мың теңге. Примерно сағатына 3 мыңнан асып тұр сонда. В принципе, жаман емес. Жалпы хейт жайында айтқым келгені просто крик души дейма, не дейміз енді бұны. Бұл тек қана менің арнама байланысты, хейтқа байланысты емес. Ол любой, даже прикол түсірсем де, жаңағы басқа бір жерлердің нелеріне кірсең, біреудің жаңағы көп миллион просмотр жинаған приколдың астына кірсең, оның астында қырылысып атады. Жалпы қазір информационная война дейді ғой. Бот фермалары бар екен, Россияның, жаңағы біздің өкіметте кейде пайдаланады оның нелерменші жаңағы. Біреуді жамандап тастау керек, фейк аккаунттан отырып алып, патырлап жаза береді. Сол үшін ондайға көп мән бермеңіздер. Мен де өзім мән бермеймін. Жалпы комментарий жазғанда, не қылғанда кішкене ойланып, ашуға салынбай, эмоцияға берілмей жазған дұрыс деп ойлаймын, ойланып. Сол үшін осы видеоны бүгін сондай болып отыр енді. Білмеймін, сіздерге қызық болды ма, болмады ма, соңына дейін көрген адамдар болса, шыдаған адамдар болса, сіздерге үлкен рахмет. Келесі видеоларымызда жолыққанша аман есен сау болайық барымыз. Свежий хейтпен бөлісейін сіздерге. Видеоны түсіріп монтаж жасайын деп жүрген кезімде мынандай сообщение кепті. Түрлеріңді неге түсіресіңдер? Танымал болу үшін ба дейді. Ё-моё, қалдық логикасы қандай бұл? Бұл сұрақтың түбінде не сонда? Андай типа мен сонда былай түсіруім керек шығар, может, бахавиттер болады ғой. Бұдан былай видеоны осылай түсіремін.